Адам құдіреттілігіне ой жете бермейтін саналығының, даналығының, қабілеттілігінің шегі, тені мен телісі жоқ, киелі де қасиетті аса күрделі жаратылыс. Әлемдік кеңістікте жасампаз тіршілік иесі ол адамзат. Адамға қойылатын басты талап асыл да ізгі адамгершілік қасиеттерді бойына сіңірген ұлағатты азамат болып шығу. Өйткені адам өзінің адамгершілігі мен қайырымдылығы мен адалдылығы мен және әділеттілігі мен ардақты. Жаратылыстың барлығы екі қарама-қарсы нәрседен тұрады. Ақ-қара, күн мен түн, ыстық пен суық, жақсы мен жаман. Адам бойындағы барлық жақсы қасиеттер рухтан туындайды, ал жаман қасиеттер нәпсінің көрінісі болып табылады. Адам денесі бір болғандықтан, оның ішінде билік үшін үнемі осы екі қуаттың рух пен нәпсі күресі жүріп жатады. Шәкәрім атамыз айтқандай, адамның ішінде болмайды аласы, оларды бұзатын нәпсінің таласы. Арлылық адам бойындағы ең асыл қасиеттің бірі. Арлы кісі ұят, иба, намыс, қанағат, әдеп, шүкіршілік секілді бір қатар игі қасиеттерді бойына жинақтай білген мол парасат иесі. Қазақ халқы талай тағдырында сан түрлі қиындықтарды бастан кешсе де, арына дақ түсірмеген тікті халық. Арлық күлкі, артық ұйқы, арты тамақтың өзін арсыздыққа балаған ата-бабаларымыз ар тазалығына өткір сынмен қараған. Ел ішінде кең тараған мал сақтама, ар сақта, ердің құны бір ділда, абыройына мың ділда. Ар иманның жолдасы, ақылың болса арынды сақта. Ар ұят керек әр уақытта. Ар ұят намысты сақтау әдептіліктің белгісі. Әдептілік деген үлкенге қамқоршы, кішіге мейірімді бола білу. Ұяты бар адам әдеп сақтай алады. Адам баласының бәрі бұл өмірде бақытты болсам дейді. Сол бақытқа жету үшін қолынан келген бар мүмкіндігін істеп бағады. Бірақ өкінішке орай көбісі ақырет бақытына апарар жолды ұмытып жатады. Сонымен қатар еркектер мен әйелдер арасында ұят, ар, намыс, нәзіктік сияқты сезімдердің орын алуы да өте маңызды. Өйткені ислам діні барлық арсыздықтар мен ятсыздықтарды, бүкіл жаман қасиеттерді харам деп бекіткен ұлық дін. Ұят дегенді қолға ұстауға болмаса да, сезінуге, көзбен көруге әбден болады. Ар намысына тырысып, ұялғанның жүзінен байқауға болады. Ар намысына тырысып, ұялған жүзінен байқауға болады. Бұған қоса ата-бабаларымыз ар сақтауда нүктедей пайдаға бола, үтірдей ілмеуге, болар болмас дүниеге бола арын сатпауға, дүние қызықтанып, абырой төкпеуге, сақалын саудалап, сүйкімін кетірмеуге, ешкімнің алдында төмендемеуге, шама келгенше кісіге қарыздар боп қалмауға,
оның орнына не тілесе де Аллахтан тілеуге шақырған. Арсыздық, ар намысы жоқ, ұятсыз, абыройсыз адамның адамгершілікке жат қылықтары мен мінез құлқы. Абай атамыз өзін өзі күндейді, жақының жалған мінейді. Ал арсыздық белгісі деп айтса, Шәкәрім атамыз айла өтірік, арсыздық өнер емес, мен де анаудай болсам деп таласарлық деп түсіндірген. Иә, арылық ең ізгі қасиет десек, арсыздық адамға еш қашанда жақсылық, опа келмейді. Арсыз адамның екі дүниесі де қараңғы. Ел де арсыз адамнан қашады. Яттылық, ар намыстылық, тілге ие болу және ақыл иманнан. Мұндай адамдардың ақырет қалауы көбейіп, дүние қалауы азаяды. Сарандық, әдепсіздік арсыздықтан, ятсыздық пен екі жүзділіктен туындайды. Бұлар да дүние қалауы көбейіп, ақырет қалауы азаяды. Ер адамдар ар намыссыз жүргіш болса, жақындары да жаман жолға түсуі мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, сендер арлы болсаңдар, әйелдерің де арлы болады деген. Ал ар намысын сақтамайтын зинақор адам жаһанам азабын білдірген. Алла Тағала арсыздарды адам өлтірген адамдармен бір тұтқан. Иә, арылық ең ізгі қасиет десек, арсыздық адамға еш қашанда жақсылық опа келмейді. Сондықтан барша мұсылман бауыр шайтанның азғыруынан аулақ болып, арымызды сақ